Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Осы видеода мен сіздерге осы Алматы қаласы мен Астана қаласына осы карантинге байланысты проблемалар туралы айтып кетемін. Ең бастысы осы Қазақстан Республикасының осы Алматы қаласы мен Астана қаласына кіру және шығу ең басты проблема болып тұр. Мен сіздерге былай айтып кетемін. Алматы қаласына кіру үшін сіздерде Алматы қаласындағы негізгі өзіңіз тұрғылықты мекен жайыңызды анықтаған осы пропискаңыз болу керек. Яғни сіздер осы карантинге дейін басқа бір қалаға немесе Қазақстанның басқа бір жеріне осы кетіп қалсаңыз, немесе лечение алып және тағы басқа өздеріңіздің проблемаларымен шығып, сосын қайтып келген жағдайда осы справкалар арқылы сіздерді қайтадан кіргізеді. Сіздердің пропискаларыңыз областьта немесе Қазақстан Республикасының басқа қалаларында болған жағдайда сіздер Алматыдан қайтадан шыға аласыздар. Бірақ сіздер шыққаннан кейін қайтадан осы Алматы қаласына кіріп немесе шыға алмайсыздар. Бұл бірінші проблема. Екінші проблема қазіргі кезде осы карантиндерге байланысты бәріміз біліп жатқанбыз. Осы карантинге байланысты бәріміз естіп те және көріп те оқып та жатырмыз. Қазіргі уақытта осы жұмыс берушілер өзінің осы әртүрлі компанияларда жұмыс істейтін адамдарды шығарып жатыр, немесе оларды ақы төленетін демалысқа немесе ақы төленбейтін демалысқа жіберіп жатыр. Өйткені қазіргі кезде бизнестің барлығы осы жүрмегеніне байланысты және мемлекеттік органдардың көбісі карантиннен қорқып, осы өздерінің жұмыскерлерінің барлығын ақы төленбейтін және ақы төленетін осы демалыстарға барлығын жіберіп жатыр. Осыған байланысты тоқталып кететін болсақ, ең біріншіден осы ақы төленбейтін демалысқа тоқталып кетейік. Ақы төленбейтін демалыс, яғни ол Қазақстан Республикасының 97-ші бабында көзделіп кеткен, ол яғни бала туылатын кезде, яғни жүктілікті кезінде, сонымен қатар оқу демалыстары бар, сонымен қатар бала 3 жасқа толғанға дейінгі ақы төленбейтін демалыстар бар, сонымен қатар бала туылатын кездегі осы берілетін ақы төленбейтін демалыстар осы 97-ші бабында, Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 97-ші бабында көзделген. Сонымен қатар осы сізді ақы төленбейтін отпускқа, яғни демалысқа жіберген кезде сіздерге жіберетін алдында ешқандай документтерге қолыңызды қоймаңыздар. Ең алдымен сіздерге осы беріп жатқан документтің бәрін оқып қараңыздар. Бұл өйткені сіздің құқықтарыңыз және де осы документтерге қол қоймасаңыз, сіз өзіңіздің ақшаларыңыздан және осы жұмыстан айырылып қалуыңыздың алдын аласыздар. Өйткені мен сіздерге қазір айтып кетемін, яғни сіздер ешқандай документтерге қол қоймаған жағдайда, сіздер осы Қазақстан Республикасының 22-ші бабында көзделген, осы сіз жұмыскер жай ғана тұрып қалған жағдайда, ешқандай міндетсіз, ешқандай жұмысты орындамаған жағдайда оларға осы белгілі бір ақы төленеді. Орыс тілінде айтқанда бұны простой деп атайды. Простой дегеніміз, бұл сіздің осы компанияңыздың жұмысы тоқталған жағдайда сіздің зарплатаңыздың, жалақыңыздың, яғни 50%-нан жоғары сіздерге төлеуі керек. Сонымен қатар екіншіден жұмыскерлерге осы жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстары да бар. Бұларға ең біріншіден жыл сайынғы негізгі ақы төленетін еңбек демалысы бар. Сосын жыл сайынғы ақы төленетін қосымша демалыстар да бар. Жыл сайынғы осы негізгі ақы төленетін еңбек демалысы, бұл сіздердің жұмыс берушілеріңіздің, яғни берген кестесі, графикі бойынша сіздер сол демалыспен шығасыздар. Егер сол демалыстар сол графикқа келмеген жағдайда, осы сіздің жұмыс берушіңіз сізге жұмыскерге ретінде 2 апта бұрын сізге хабарлауы тиіс. Хабарлауы тек қана жай ғана осы телефон арқылы немесе WhatsApp арқылы голосовой сообщениемен немесе WhatsAppпен жазып жібермей, ал осы грамотно, яғни осы жазбаша түрде сізге жазып қолыңызға беріп, сіздерді осы хабарламамен сіздерді таныстыруы тиіс. Сонымен қатар қазіргі уақытта ең көп проблемалардың бірі осы бизнестің барлығы тоқтап жатқандықтан, бизнестің көбісі негізі өшіп жатқандықтан, осы адамдардың барлығын негізі жұмыскерлердің барлығын былай айтқанда жұмыстан шығарып жатыр. Оны біз негізі увольнение дейміз. Қазіргі таңда осы увольнение көбісі сокращение арқылы осы штатты азайтуға байланысты осы адамдарды қазір жұмыстан шығарып жатыр.
негізі бір жағынан бұл заңды түрде, яғни сіздерге бір ай бұрын сізге хабарлап, осындай жағдай болып жатыр, сондықтан мен сізді штатты азайтуға байланысты сізді жұмыстан шығарып жатырмын деп бір ай бұрын сізге айтатын болса, ондай жағдайда сізді заңды түрде негізі жұмыстан шығарады. Немесе сіз өзіңіз жұмыстан шыққыңыз келсе, ондай жағдайда сізде осы өзіңіздің жұмыс берушіңізге барып бір ай бұрын хабарлап, солай негізі жұмыстан шыға аласыз. Бірақ кейбір адамдарды осы жұмыстан шығару, яғни осы штатты азайтып жұмыстан шығару мүмкін емес. Мысалы айтатын болсақ, негізі ол Қазақстан Республикасының осы еңбек кодексында көзделген, яғни осы адамдардың белгілі бір адамдар ғана. Бұларға тоқталып кететін болсақ, ең біріншісі яғни пенсиялық осы жасқа толмаған, яғни 2 жыл пенсияға шығуына 2 жыл қалған кісілер, осы адамдарды жұмыс берушіңіз сізді жұмыстан шығара алмайды. Сонымен қатар осы жүкті әйелдерді, яғни 12 ай жүктілік болған кезде сіздер осы жүктілік туралы справкаңызды сіздің жұмыс берушіңізге барып өткізіп тапсыруыңыз тиіс. Сол кезде сізді жұмыстан шығаруға құқығы болмайды сіздің жұмыс берушіңіздің. Сонымен қатар жүктілікті босанғаннан кейін осы 1 жылдың ішінде, сонымен қатар 3 жылдың ішінде бала асыраумен байланысты сіздер сіздер демалысқа шыққан жағдайда сізді осы жұмыстан шығаруға жұмыс берушіңіздің құқығы жоқ. Сонымен қатар сіздің балаларыңыз негізі біреу инвалид болып қалған жағдайда, сіздер осы 18 жасқа сіздің балаңыз толғанға дейін сіз жұмыс беруші яғни сізді жұмыстан шығаруға құқығы болмайды. Сонымен қатар, достар, тағы да бір осы сұрақтардан туындап жатқан тағы да бір сұрақтарыңыз болса, сонымен қатар тағы да бір проблемаларға кезіккен жағдайда, осы видеоның астында ссылка қалдырамын, сол ссылкаға бассаңыздар, менің WhatsApp-ыма өтесіздер. Сол WhatsApp-қа маған өздеріңіздің проблемаларыңызды, сұрақтарыңызды жазған жағдайда, мен сіздің сұрақтарыңызға осы жедел түрде жауап беруге тырысамын. Осымен негізі біздің бүгінгі видеомыз аяқталды.